Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай дәмді трайфлдың жасалу жолымен бөлісетін болам. Бізге жұмыртқа, қайнаған су, өсімдік майы, сүт, шымшым тұз, қопсытқыш, какао және де қант, ұн керек болады. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, оған қантты салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Осындай аппақ болғанға дейін 5-6 минут миксерлейміз және де оған өсімдік майын құямыз. Осылай 1-2 минут миксерлейміз. Оған сүтімізді құйып және миксерлейміз. Бөлек ыдысқа ұн, какао, қопсытқыш, шымшым тұзды қосып, барлығын бірдей араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді. Кейін массамызға осылай аз-аздан 3 немесе 4-ке бөліп салып, миксерлеп отырамыз. Мен 3-ке бөліп салдым. Жақсылап осылай миксердің ең төмен жылдамдығымен араластырып отырып, миксерлейміз. Құрғақ ингредиенттерді салып болған соң, осындай масса шығады. Оған қайнаған суымызды құйып, және миксерлейміз. Миксерлеп болғасын, осындай сұйықтықта массамыз дайын болады. Оны осындай пергамент қағаз салынған ыдысымызда 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Менің корждарым осындай әдемі болып пісіп шықты. Енді оны суытуға қоямыз. Енді кремін дайындайық. Бізге сливки, қант ұнтағы және де творожный сыр керек болады. Сливкиміз мұздатқыштан алынған мұздай болу керек және де 33-35% сливки алатын болса, кремдеріміз өте әдемі болып шығады. 1-2 минут миксерлеп сливкиді, оған қант ұнтағын аз-аздан қосып отырамыз. Осылай аз-аздан қосып, миксерлеп отырамыз. Сәл қоюланғанша миксерлейміз. Сәл қоюланған кремімізге осындай творожный сырды қосып, крем болғанша, қатты крем болғанша миксерлейміз. Міне менде осындай әдемі крем дайын болды. Суытып алған коржымызды осындай трайфлға арналған арнайы ыдыстарға үгітіп, майдалап саламыз. Осындай салып алып, кремімізді насадканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен салсаңыздар болады. Маған насадка ыңғайлы болған үшін насадкамен салдым. Кейін осылай крем жағып болғасын тегістеп шығамыз. Осылай тегістеп болғасын, оны жарты сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Енді ганаш дайындайтын боламыз. Ганаш дайындау үшін шоколад пен сливкиді бір ыдысқа салып, отқа қоямыз. Менде осындай ганаш дайын болды. Енді мұздатқыштан жарты сағат тұрған трайфлдарымызды алып, үстіне осындай ганашты шоколадты құйып, әдемі етіп, тегістеп шығамыз. Тегістеп болып, енді сәндеуге кірісеміз. Әр түрлі жеміс жидектермен, шоколадтармен, печеньялармен сәндесеңіздер болады. Мен өзім шоколадтармен сәндегім келді. Осылай әдемі етіп сәндеп шығамыз. Осындай өте дәмді, жегенде ауызда еритін трайфлдар дайын болады. Ал баршаңызға ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер және де менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.